Сәлем достар, Суперкенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге шоколадты қыз тортын әзірлейтін боламыз, және де өте әдемі етіп оформление жасайтын боламыз. Егер сіз менің арнамды алғаш рет көріп отырған болсаңыз, онда міндетті түрде подписация етіңіз, себебі менің каналым сізге ұнайды деген ойдамын. Және де менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көру үшін колокольчикті басып қойыңыз. Ал ендеше шоколадты қыз тортын әзірлеуге кірісеміз. Ең алдымен қажет заттар түгелдеп аламыз. Разрыхитель, какао, 4 дана жұмыртқа, ұн 200 грамм және де 1 банка сгущенка. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Енді мұнда сгущенкамызды құямыз. 1 банка, яғни 380-400 грамм. Енді жақсылап біркелкі болғанша миксерлейміз. Ұнымызға какао және разрыхитель саламыз. Араластырамыз. Ұн илегіштің көмегімен массамызға саламыз. Бірінші араластырып аламыз, содан кейін барып миксерлейміз. Себебі ұнымыз қатты шашырап кетпес үшін. Біркелкі масса пайда болды. Енді пергамент қағазына салып пісіретін боламыз. Пергамент қағазын қойып алдық. Мен кальцияны 20 диаметрге қойдым. Сіз 22-24-тен пісірсеңіз де болады. Мен кішкене биігірек шықсын деп 20-мен пісіргелі жатырмын. Қағазға сызып алып барып тесто қойсаңыз болады. Немесе мен сияқты сразу кальцияға құя берсеңіз болады. Яғни каждыйын сызып отыруға ерінсеңіз. Өзім ерінше екенді айтып қойдым ба? Осылай лопаткамен қамырымызды жағып шығамыз. Көтеріп, екінші пергамент қағазына қоямыз. Ал мына тестаны былайынан шпатлевкамен тегістеп жүрсек болады. Қараңыздар, бет мынандай болып тұр ғой, тегістегеннен кейін мынандай біркелкі болады. Осындай біркелкі болып шығады, тегістегеннен кейін біз мынаны да былай біркелкі етіп тегістеп жүреміз. 200 градуста қыздырылып тұрған пешімізге коржығымызды салып пісіреміз. Міндетті түрде қадағалап отырыңыздар. 5-7 минутта бұл корждар тез-тез піседі. Корждарымызды осылай біртіндеп пісіріп аламыз. Бет осылай қызыл болып, золотистый болып пісу керек. Барлығын біртіндеп пісіріп ала береміз. Мінекей барлық корждарымыз дайын. Біз суытып алдық. Енді біз кальциямен біркелкі болу үшін кесеміз. Бұлай кальциямен үстін бассаңыз, мінекей айналасы осылайынан кесіледі. Сосын артық жерін алып тастаймыз. Дәл осылай барлығын жасап аламыз. Крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге сахарный пудра, творожный сыр және де сливки қажет. Менде творожный сыр Кохланд фирмасынікі креметтені қолданамын. Бұның осындай 800 граммдығы, 220 граммдығы және 2 килограмм, 10 килограммдықтары бар. Сіз бастапқыға кішкентайын алсаңыз да жеткілікті. Бізде мұнда 250 грамм. Сливки менде Чудский озеро сливкиін қолданамын. Және де қант ұнтағы сахарный пудра қажет. Крем жасайтын ыдысымызға сливкиімізді құйып аламыз. Менің балам жақта ән айтып беріп отыр.
Сливкемізді құйып алдық. Енді миксерімізді салып миксерлейміз. Қараңыздар, көпірді. Енді мұнда қант ұнтағын саламыз. Енді тағы да аздап миксерлейміз 1-2 минуттай. Мінекей бізде мынандай масса пайда болды. Енді мұнда творожный сырымызды саламыз. Енді қақпағын жауып миксерлейміз. Енді бұл кремді біз толыққанды қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Сіздерге қалай қоюланып жатқан көрсету үшін әдейі қақпағын ашып қойдым. Қараңыздар, уже біраз қоюланып қалды. Енді тағы да бір 20 секундтай ғана миксерлейміз. Көп миксерлеуге болмайды. Мінекей креміміз дайын. Енді тортты құрастыруға кірісеміз. Креміміз дайын, корждарымыз дайын. Енді тортты құрастыруға кірісеміз. Ең бірінші подложкаға аздап крем жағып, үстіне коржығымызды қоямыз. Ол бізге жылжып кетпеу үшін қажет. Енді коржығымыздың сыртына кальциямызды кигіземіз. Тортымыздың бір керкі болып шығу үшін, яғни бір тегіс болып шығу үшін айналасының. Енді мұнда крем жағамыз. Кремді тым көп немесе тым аз жақпаймыз, орташа етіп жағамыз. Тым аз жақ қойсаңыз, корж өзіне кремді сіңіріп алады. Сондықтан орташа етіп жағамыз. Енді үстіне екінші коржығымызды саламыз. Дәл осылай барлық коржығымызды үстіне салып, кремімізді жағып, тортымызды құрастырамыз. Мінекей даже біздің кальцияумыздан да биік торт шықты. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді біз кальциядағы кремдерді бүйтіп алып аламыз лопатканың көмегімен. Мінекей көріп тұрсыздар ғой, міне. Сөйтіп торттың айналасын тегістеп шығамыз. Егер тортыңызды күшті етіп оформление жасағыңыз келсе, қосымша крем жасап, оформление жасасаңыз болады. Бірінші тоңазытқышқа пропиткаға жібереміз. Кемінде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа пропиткаға жібереміз. Егер асығыс болған жағдайда кем дегенде 1 сағатқа холодильникке пропиткаға, яғни сіңіруге жібереміз. Содан кейін тортымызды әдемілеуге кірісеміз. Торттың айналасын түзеулеп шығамыз. Мен арнайы қосымша крем жасап алдым. Шпатлевканың көмегімен түзеулейміз. Мінекей қараңыздар, біздің тортымыздың айналасы тегіс болды. Мен жандарын, үстілерін тегістеген жоқпын. Себебі қазір мындай кундуринға негізі көбінде спирт қосып жатады, ал мен су қостым. Кундуринға кішкене су қосып, осылай айналасына бетіп шығамын. Мінекей су құйып алдым. Енді кундурин саламын да. Кундурин деген нәрсе, ол золотистый және серебристый түрлері болады. Оны кондитерлік заттар сататын жерлерден сатып ала аласыздар. Осылай барлық жерін, кейбір валандар бар ғой, сол жерлерде де былайынан бояп шығамыз. Мынандай шоколадный шарики жасап алған болатынмын. Енді сонымен осыны әсемдеймін. Примерно мына жеріне қоямын. Шарикті мысалы үстіне қоятын жағдайда біз шарымызға шоколад, яғни ақ шоколадпен жасадым ғой мен бұны. Сол ертілген ақ шоколадты жағамын, сосын қатаяды ол.
андай M&M'стің формасы бар бізде еще. Торттың айналасына байынан сызып шығамыз. Өзіміз қалағандай узорлар салсақ болады. Былайынан әртүрлі етіп сызып шығамыз. Немесе шоколадный потеки жасасаңыз болады. Енді менде мынандай кондитерский посыпкалар бар. 3 түрлі размерде. Мінекей мынандай и мынандай размерде. Осыларды бүйтіп әр жеріне сеуіп шығамын. Бұл менде ешқандай мерекеге арналған торт емес, сондықтан осындай жай оформление жасап жатыр. Например, мысалы баланың туған күні болса, мысалы 4 деп, ана жерге Омар деген сияқты атын жазсаңыздар болады. Мен бос қалмау үшін осындай посыпкамен жасап жатырмын. Сонымен достар, біздің шоколадный девочка тортымыз дайын, яғни шоколадты қыз тортымыз дайын. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Құралай Орынбасарова. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі видеоблогта жүздескенше. Девочка тортымыз дайын. Сізде Сонымен достар, біздің өте әдемі әрі дәмді шоколадный бархат. Неге шоколадный бархат?